Кезінде ата-бабамыз кіндікке аса үлкен назар аударған. Себебі кіндік пен адам арасындағы көзге көрінбейтін өте нәзік байланыс бар. Кіндік адам ағзасының өте маңызды бөлшек болып саналады. Сол себептен кіндікті таза ұстауға, суық тигізіп алмау, кіндікті ашық ұстамауға көңіл бөлген. Кіндік адам денесінің орталығы, энергия көзі деп атаған. Мысалы, шақалақ қыз бала туылғаннан кейін кіндігін кескен соң отбасының ұйытқысы болсын деп ошақтың қасына, отбасына оның кіндігін көмген екен. Ал ер баланың кіндігін туған үйінің босағасына, қара шаңыраққа ие болсын деп үйдің босағасына көмген. Кіндік тамған жерім деген осыдан шыққан. Сол себептен адам қанша алыстап жүрсе де туған жеріне, шаңырағына тартып тұратыны осыдан болу керек. Сол себептен жауынгер қазақ өз жерін жан аямай қорғаған. Кеңес үкіметі кезінде орыстандыру саясат тұсында жаңа туған нәрестеге екі түрлі қиянат жасады. Біріншісі, 3 күн бойы нәрестені анасына бермеді. Ондағы мақсаттар 3 күн бойы анасынан уыз сүт пен жеті атаның тектілігі беріледі. Міне сол себептен. Екінші жағынан, кескен кіндігін бермей әдейі қоқысқа лақтырды. Ит, құс, мысық жесін деп. Сонда туған жерін ұмытып қаңғыбас болады. Кіндік тамған жері жоқ болады. Тойған жерінде ит сияқты жүре береді дегендей. Сонда кіндік қан жынға, құрдымға кетеді деген. Біздің ұлт болып ұйысуымыздағы пәлсапасы осы кіндігіміздің туған жерге көмілуі. Қазіргі кезде мысалы экзотерлік ғалымдардың зерттеуінше кіндік бұл бастама, қуат көзі, адамның киелі тұсы деп пайымдайды. Сол себептен кіндікті ашпайды, бөтен дерге көрсетпейді, қорғап жүреді, таза ұстайды. Кіндігіңді жап, шайтан кіреді деген осыдан шыққан. Кіндік қуат көзі. Ол ластанса бедеулікке, бақытсыздыққа келеді. Қуат көзінің жабылуына соғады. Сол себептен нәрестенің кіндігін перзентханада кесілсе, оны тастамай сұрап алып, жерге көмгендеріңіз дұрыс. Бұл бабалар жолы, бұл бабалар аманаты.